Здравствуйте, ребята! Урок номер 2. Что такое Родина? Отан дегеніміз не? Ты будешь понимать ключевые идеи небольших текстов и лексическое значение слов, используемых в текстах и речи. Сен шағын мәтіндердегі идеяны түсінетін боласың, және мәтінде қолданылған сөздердің лексикалық мағынасын түсінесің. Упражнение 1. Послушай, тыңда. О чем рассказал папа? Дети еще спали, когда папа вернулся из командировки. Он был в далекой Америке. Папа сказал: «Как же я соскучился! По маме, Егору, бабушке и мне?» — спросила Даша. «Да, но еще я скучал по нашему дому, улице, городу. Тебе не понравилась Америка?» — удивились дети. Америка – красивая страна, но где бы человек ни находился и как бы ему не было хорошо, он скучает по родным местам. Почему? Потому что человек очень любит место, дом, где он родился, где прошло его детство, где живут его близкие друзья. Драгунский. Әкесі не туралы айтты? Балалар әкесі іссапардан келген кезде ұйықтап жатқан болатын. Ол алыс Америкадан келді. Әкесі былай дейді: «Мен сондай сағындым. Апамды, Егорды, әжемді және мені ме?» деп Даша сұрайды. «Я. Бірақ мен біздің үйімізді, көшемізді, қаламызды да сағындым. Саған Америка ұнамады ма?» деп балалар таң қалды. Америка өте әдемі ел. Бірақ адам қай жерде болмасын, қай елде жақсы болмасын, ол бәрібір өзінің туған жерін сағынады. Неге? Себебі адам өзінің туып өскен жерін, өзінің тұрған үйін, өзінің балалық шағы өткен жерді, өзінің туғандары мен достары тұратын жерді өте жақсы көреді. Из какой страны вернулся папа? Әкесі қай елден оралды? Какие чувства он испытывал вдали от родины? Каким словом можно назвать место, по которому скучал папа? Әкесі отаннан жырақта болған кезде қандай сезімде болды? Және әкесінің сағындым деген жерді қалай атауға болады? Можно ли слово «скучал» назвать ключевым словом этого рассказа? Сағындым деген сөзді осы әңгіменің кілт сөзі ретінде алуға бола ма? Были ли в твоей жизни ситуации, когда ты скучал по дому? Өміріңде осындай жағдай болды ма? Үйіңді сағынған кездер болды ма? Подумай, что связывает рассказ Ушинского «Ласточка» и рассказ Драгунского «О чем рассказал папа». Ушинскийдің «Қарлығаш» деген әңгімесі мен Драгунскийдің «Әкесі не туралы айтты» деген әңгімесі екеуін не байланыстырады? Совпало ли твое предположение с содержанием текста? Сенің пайымдауың мен мәтіннің мазмұны сәйкес келді ме? Упражнение 2. Определи. Анықта. Какие слова из левой колонки лексически сочетаются со словами из правой колонки? Запиши несколько словосочетаний по модели. Сол жақ бағандағы сөздер мен оң жақ бағандағы сөздердің лексикалық мағынасын сәйкестендіреміз. Және бірнеше сөз тіркесін осы модель бойынша жазамыз. Например, родная земля. Главное слово земля. Земля какая? Родная. Точно так же мы должны составить словосочетание. Дәл осылай сөз тіркесін құраймыз. Слова из левого столбика. Родина, страна, края. Поколение, род, предки. Слова правого столбика. Древний, молодое, старое, уважаемое, родная, любимая, лучшая, огромная, необъятные. Мы взяли такие словосочетания. Огромная страна. Главное слово страна. Страна какая? Огромная. Үлкен ел. Ел қандай? Үлкен. Любимая родина. Родина главное слово. Родина какая? Любимая. Сүйікті отан. Отан қандай? Сүйікті. Молодое поколение. Жас ұрпақ. Поколение главное слово. Поколение какое? Молодое. Ұрпақ қандай? Жас. Вспомни, словосочетание – это слова, связанные между собой по смыслу и вопросу. Сөз тіркесі дегеніміз, олар бір-бірімен мағынасы бойынша және сұрақ бойынша байланысқан сөздер.
Упражнение 3. Порассуждай. Поймда. Выбери верные утверждения. Дұрысын таңдаймыз. Родина – это страна, где ты родился и живешь. Отан дегеніміз сенің туып өскен және өмір сүріп жатқан елің. Родина – это родная природа, степи, горы, леса, моря, реки. Отан дегеніміз сенің туған табиғатың, дала, тау, орман, теңіздер мен өзендер. Родина – это твой край, село, город, дом, школа. Отан дегеніміз сенің туған өлкең, сенің ауылың, қалаң, үйің, мектебің. Родина – это земля, на которой жили и трудились твои предки. Отан дегеніміз сенің ата-бабаң өмір сүрген, еңбектенген жерді атайды. Запиши в тетрадь утверждение, которое тебе понравилось. Саған ұнаған сөйлемді дәптерге жазып аламыз. Найди во вторых и третьих предложениях существительные. Екінші және үшінші сөйлемнен зат есімдерді табамыз. Распредели их в два столбика. Обоснуй. Екі бағанға бөліп түсіндіреміз. Я распределила в два столбика. В левом столбике слова единственного числа, а в правом столбике слова множественного числа. Единственное число – родина, природа, край, село, дом, школа. Множественное число – степи, горы, леса, моря, реки. Жекеше және көпше түрде деп екі бағанға бөлдік. Яғни екі бағанда жекеше түрдегі сөздер отан, табиғат, өлке, ауыл, қала, үй, мектеп. Ал көпше түрде дала, таулар, ормандар, теңіздер мен көлдер. Упражнение 4. Составь синквейн. Синквейн құрастыр. Прочитай однокласснику, о чем он. Синквейн құрастырып, сыныптасыңа оқы, не туралы. Напоминаем, что у синквейна первая строка – это тема существительная, вторая строка – это описание темы, два прилагательных, третья строка – это три глагола, четвертая строка – это мнение автора о теме, пятая строка – суть темы. Синквейн дегеніміз бірінші жолда тақырыбы, яғни зат есім, екінші жолда екі сын есім, үшінші жолда үш етістік, және төртінші жолда автордың ойы, бесінші жолда айтылайын деген тақырып, басты тақырып. Слова-помощники, көмекші сөздер. Родина, отан, любимая, сүйікті, лучшая, керемет, оберегает, қорғайды, дает силы, күш береді, помогает, көмектеседі, где родился, там и пригодился. Дүниеге келдің, сонда пайдаң тисін. Я люблю Казахстан. Мен Қазақстанды жақсы көремін. Синквейн. Родина. Родина какая? Любимая, лучшая. Что она делает? Оберегает, дает силы и помогает. Так. Три глагола. Теперь мнение автора. Где родился, там и пригодился. Суть темы «Я люблю Казахстан». Урок окончен, ребята. До свидания. Подписывайтесь на мой канал.